Үй алма. Неге оны айтам? Мен өзім жеке үйде тұрам. Қаншама энергия 60-70%, ямаса 50% жоғарғы энергия осында кетеді ғой. Оның қарауы бар, оның бақшасы бар, оның суғаруы бар, оның әлгі проблемалар жеткілікті ғой. Ремонты бар, басқасы бар. Соны орнына мен ЖК-дан үй алсам ғой, керемет әлгі пентхаустардан жаңа бизнес бастап ақшам болатын болса, соған салатын ем ғой. Ал қызығы жеке үйдің әрине өте тамаша, керемет. 1 ай, 2 ай, 1 жылда басылады. Ары қарай сен тек қана проблемамен күресіп, проблема сатып аласың ғой. Оның орнына мен уақытым сол кететін уақыттарға кітап оқысам, табиғатқа шығып серуендесем, болмаса жақсы кездесулерге баратын болсаң, өз-өзіңді дамытатын болсаң, қандай керемет. Мысалы шетел қыдырсаң, есігін құлтайсың да кетесің. Ештеңе алаңдамайсың ғой. Сондықтан жас жігіттер мен қыз келіншектерге бизнеспен айналысатын ең жағдайың болатын болса, мына жер үйге мен жолама деп кеңес беретін ем. Мен үйім керемет, тамаша, бірақ жылғыда одан да көп қой.